Келесі видеода біз жанданған сурет жасауға кірісеміз. Бірінші біз сайтқа кіреміз, сосын байти батырмасын басамыз, сайттың ссылкасын телеграмға қоятын боламын. Зарегистрироваться батырмасын басамыз бірінші. Так, электронный почта. Мысалға өзім почтамды жазамын. Зарегистрироваться. Хорошо. Решить. Осы батырманы регистрация жасап болғаннан кейін, мысалға мына жерде бірінші бізде ожившее фото деген бар. Осы батырманы басамыз и бізде қараңыз, бірінші бізде загрузите фото дейді. Суреттің өзін, яғни нақты сурет қандай болып тұрады, сол суретті жүктейміз. Бірінші, мысалға мен өзімнің логотипімді ала салайын. Екінші, осы суретті камераны алып сканировать еткен кезде қандай видеоға айналады, сол видеоны жүктеуіміз қажетпіз. Енді видео бізде бар ма? Қазір көрейік. Так. Possessive pronoun сабағым бар екен. Так, рамка жасасаңыз болады. В принципе, ары қарай өздеріңіз көре бересіздер. И создать батырмасын басамыз. Бұл суретті кейін сканерлеген кезде осы приложенияның өзін көрсететін болам. Play Market'тен немесе App Store'дан жүктеп аласыздар. Сол приложение арқылы сканерлейміз. Ескерту, ол приложение тек бір апта ғана тегін, одан кейін платный версиясы шығады. Сол себепті бір аптадан кейін басқа аккаунтпен тағы да регистрация жасап өтсеңіздер болады. Және де бұл дайын қазір болған дүниені печать етіп алсаңыз болады, немесе өзіңіз сақтап алсаңыз болады компьютеріңізге. Қазір мен видеомның объемы кішкене үлкен болып тұр. Сабақ қойдым. Яғни біз фото таңдаған фотомыз сол тұрады, бізде фото болып. Сканерлеген кезде мына қойған видеомыз, жасырын видеомыз, осы видео көрсетілетін болады сканерлеген кезде. Так, PNG форматында скачать дедім міні. QR кодты міні ашамыз. Міні осы QR кодымыз біздің жүктелді. Осы QR кодты біз печатать етіп, распечатка жасап алсаңыздар болады. iPhone болса, телефонды алып барған кезде автоматически жасырылған жаңағы менің сабағым көрінетін болады бұл жерде. Өздеріңіз телефондарыңызбен тексеріп көрсеңіздер болады. Ал басқа Android платформасындағыларға олар QR сканер приложениесін Play Market'тен жүктеп алып, сол приложение арқылы сканерлейсіздер. Тағы да айтқым келгені, мына жерде бізде скачать QR код в PNG форматында біз жаңа көрсеттік. Енді скачать файл для печати батырмасын басасыздар. Файл жүктеледі. Жүктелген файлды сіздер ашасыздар. Сол ашылған файлдың ішінде бірінші батырманы бассаңыздар, мына сурет болады сіздерде печатталатын. Осы суретке алып барғанда екінші жасырылған видео көрсетілетін болады. Оны Memories приложениесі арқылы жасайтын боласыздар. Ескерту, ол приложениемен бірінші апта қолдану тегін болады, ары қарай ақылы түрде жүреді. Сол себепті бір аптадан кейін басқа аккаунтпен тіркелсеңіздер қайтадан болады.